Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай бір дайындағаннан өте керемет жұмсақ болып шығатын айран қосылған, какао ұнтағы қосылған пирогты әзірлейтін боламыз. Пирогтың рецепті сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен сары майды ерітіп қоямыз. Одан соң ыдысқа 2 жұмыртқаны кезек-кезек салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң шекерді салып, тағы да жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Барлығын араластырып болдық. Одан соң 1 стакан снежок айранын қосамыз. Яғни снежок міндетті емес, егер домашний айран болса өздеріңізде. Басқа да қоюлығы осындай болатын айрандар болса, қосуларыңызға болады. Тағы да осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді ерітілген сары майымды қосамын. Сары майдың да пайыздылығы міндетті емес, кез келген сары майды қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысқа салынған ұнның үстіне 1 шай қасық ас содасын қосамыз. Егер ас содасы болмаған жағдайда разрыхитель қосуларыңызға болады. Ұн мен ас содасын осылай бөлек ыдыста араластырып алып, аз-аздан сала отырып, тестімізді осылай араластырып отырамыз. Бірден қоспаймыз, аз-аздан осылай бөлек қосамыз. Сонда біздің бүгінгі пирогымыз өте күшті болып көтеріледі және жұмсақ болады. Міне араластырып болдым. Енді одан кейін 1 ас қасық какао ұнтағын қостым. Тағы да жақсылап араластырамыз. Қоюлығы міне бастапқы қалыптағыдай болып тұр. Енді тазартылған мейізді қосып жатырмын. Егер мейіз болмаған жағдайда грек жаңғағын басқа да өздеріңізге ұнайтын ингредиенттерді қоссаңыздар болады. Міне біздің тестіміз дайын. Енді осы тестіні қызып тұрған пеште пісіреміз. Ол үшін алдымен табамызды жаймендеп майлап аламыз. Мендегі форманың диаметрі 20 диаметрлік форма. Егер көп адамда асты алынатын табалар болуы мүмкін. Егер майламай-ақ сол формаларыңыздың астына пергамент қағазын төсеулеріңізге де болады. Маған осы форма ыңғайлы, сондықтан осы формамен жұмыс жасап жатырмын. Енді дайын тестімізді осы формаға құямыз. Силиконды күрекшенің көмегімен жұмыс жасауға сіздерге кеңес беремін. Яғни табаңызда ешқандай тестінің ісі қалмайды. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Яғни біркелкі болғанша осы видеодағыдай жасаймыз. Сіздерге ашып көрсетейін. Біздің пирогымыз міне күшті болып көтерілді. Иісі де сондай керемет болып шығып жатыр. Пирогтың піскенін осындай ағаш таяқшаның көмегімен білуге болады. Егер ағаш таяқшаларыңыз құрғақ болса, яғни біздің пирогымыз пісті деген сөз. Міне біздің пирогымыз дайын. Мен ыссы күйінде кесіп жатырмын. Негізі кішкене суытып алғандарыңыз дұрыс. Пирог өте жұмсақ, өте иісі де күшті болып шықты. Осылай сахарный пудраның көмегімен әсемдесеңіздер болады. Егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын.